Сәлем достар, сәлем оқушылар. Әр шахматты жаңадан бастап жүрген көрермен, шахмат ойынын үйренгіңіз келсе, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл жерде шахматтың ең маңызды тәсілдерін көрсететін боламын. Алдымен алғаш көріп отырып менің каналыма жазылмасаңыз, егер сіз оқушы болсаңыз, егер сіз шахматты жаңадан үйреніп жүрген болсаңыз, міндетті түрде каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ал егер тіркелсеңіздер, онда сабағымызды жалғастырайық. Кеттік ендеше. Алдарыңызда көріп отырсыздар, ең бірінші ладья деген фигурамен бастаймыз. Ладья деген фигура бізде түзу бағытта жүреді. Жоғарғы бағытқа, соңына дейін, төменгі бағытқа, солға қарай, оңға қарай, тек қана тігінен, турасынан жүреді. Мына жерде ойынның шарты бойынша мен жұлдызшаларды жеуім керек. Ладьяны басамын, тіке жүріп, жеймін. Мына жерде ең оңай жолы жеймін көріп отырсыздар. Мұқият қараңыздар. Ладья бізде қосу таңбасы сияқты жүреді. Сондықтан мен қазір оңға, солға жейтін болсам, ход жоғалтамын. Сондықтан бірінші сол жақтан жеймін, логикаға салып, сосын оңға, сосын астыға көріп отырсыздар. Ладьямен ең оңай жолдарын іздеймін, қараймын, қалай жеңіске бұл жерде тез жетуге болады. Жеймін, жоғары қарай жейм, және солға қарай жейм. Көрдіңіздер, бір жағынан ладьяның ойынын үйреніп жатыр. Енді солға жейм, және оңға жейм. Енді екінші ладьямды қолданам. Оңға жейм, астыға жейм. Тамаша. Оңға, жоғарыға әзірге жоқ. Сондықтан астыға, үстіге, солға, оңға, астыға. Ойын аяқталды. Келесі біздің пайдаланатын фигурамыз ол слон. Слон ол диагональ бағытта жүреді. Ол қисық сызық бағыт бойымен жүреді. Қайшы тәріздес, қисық диагональ бағытта. Ол өзінің түсін жақсы көреді. Егер сіздің слоныңыз қара түсте болса, ол қара түс бойынша қисық сызық бағытта қимылдайды. А егер слоныңыз ақ түсте болса, онда ақ түс бағытпен қимылдайды. Сондықтан слонды Х әрпінің таңбасымен ұқсатуға болады. X дейді ағылшынша, латынша, қазақша хат Х әрпіне ұқсайды. Сол бағытта жүреді екен. Сонда слонымыз қисық бағытта өзінің түсімен алдыда тұрған жұлдызшаларды жейміз. Бұл жерде астыға, жоғарыға, астыға, мұқият қарасаңыздар, мен жылдам жеу тәсілін көрсетіп жатырмын. Слон қайсын жеген дұрыс? Бірінші жалғыз тұрған жұлдызшаны жейм, одан кейін астыға, үстіге, астыға. Қарап отырсаңыздар, ең тиімді жолдармен жеп жатырмын. Енді қалай жеймін? Астыға, үстіге. Сіз осы видеоны паузаға басып, өзіңіздің вариантыңызды қарап көріңіз. Қалай тез жейтін жолды іздеңіз. Жай ходтарды, артық жүрістерді жасамауға тырысыңыз. Сол себептен жейміз. Үстіге кетіп қалсам, астыға кетіп қалсам, жүріс жоғалтамын. Сол себептен астынан бастаған дұрыс. Үстіге және астыға. Көріп отырсыздар. Енді менде слондар әртүрлі түсте. Сондықтан әр слон өзінің түсіндегі бағытымен алдында не тұр, соны жей алады. Ақ түспен мен ақ түсте тұрған жұлдызшаларды жей аламын. Қараларға ақ түстегі слон бар алмайды. Сол себептен келесі слонымды қолданам. Бұл жерде де қара түстегі жеймін,
үстіге жеймін. Қарап отырсаңыздар, мен ең тиімді тәсілдерді қолданып жатырмын. Одан кейін жеймін, артқа, үстіге. Көрдіңіздер. Енді келесі фигура бізде ферзь. Ферзь ол ладья мен слонның қосындысы деуге болады. Ол ладья сияқты вертикаль бағытта жүреді, горизонталь бағытта жүреді, және слон сияқты диагональ бағытта жүреді. Сондықтан ферзьдің құны 9. Қымбат, ең мықты фигура. Ол 3 негізгі бағытта да жүре алады. Ол дегеніміз горизонталь, вертикаль және диагональ. Сол себептен жеймін, диагональ бағытта жеймін. Көріп отырсыздар. Келесі жүрісіміз ферзьбен ең оңай жолды іздеймін. Астыға, үстіге, солға, диагональ бағытта және оңға. Міне, сіз осыны бастамай тұрып, бірінші ойланып алғаныңыз дұрыс. Егер ой өрісіңізді дамытқыңыз келсе, шахматты жақсы ойнағыңыз келсе, бірінші бастамас бұрын ойланып алыңыз. Ход жай жүрісті жоғалтпау үшін, бір жүрісті жоғалтпау үшін тек жеу арқылы барлығын тез аяқтау керек. Сондықтан ең тиімді жолдарды іздеу керек. Мен есептеп тұрмын, сіз қалай есептейсіз? Көрейік. Дайын болсаңыз, сіздікі дұрыс деп ойласаңыз, менікімен тексеріңіз. Астыға, үстіге. Енді диагональ бағытта жеймін. Көрдіңіздер? Осы жерде сәл ойланыңыз, есептеңіз. Ең тиімді жолдарды қалай табамыз? Қай жерден бастаған дұрыс? Қараймыз, ойланамыз. Жейміз. Кетіп қалады екенбіз. Сондықтан бірінші астыға жейміз, одан кейін үстіге жейміз. Диагональ бағытта, оңға, жоғарыға, солға, диагональ бағытта. Мінекей балалар, енді тағы ойлану керек. Жеместен бұрын ойланып алыңыздар. Неғұрлым алдыға жақсы есептесеңіз, сізде келешекте шахмат ойнаған кезде қиын есептерді соғұрлым жақсы шығаратын боласыз. Сол себептен ойланған дұрыс. Бұл жерде қалай жылдам жеуге болады? Мен қарап отырмын. Бірінші солға, оңға, жоғарыға, диагональ бағытта жоғарыға, солға, оңға, жоғарыға. Егер сіз дұрыс тапсаңыз, онда сіз жарайсыз, маладетсіз. Келесі. Король қалай жүреді? Король бізде барлық бағытта тек бір торға ғана жүреді. Бұны тасбақа тәрізді деп айтамыз. Бір клетка, бір торға, бір қадам ғана жасайды. Барлық бағытта. Сондықтан біздің жүрісіміз бір қадам арқылы жұлдызшаға жету. Корольмен барлық жұлдызшаларды тез-тез жеймін. Мына жерде бірінші жеймін, корольмен жақындаймын, жеймін. Осылай корольдің жүрісін үйренеміз. Келесі бізде конь, ат. Ол қалай жүреді? Ат бізде Г әрпіне ұқсай тәріздес жүреді. 2 тура бағытта, 3-ші нүктесі бұрылыс бағытта. 1, 2, 3 деген кезде оңға немесе солға бұрыламыз. Ол дегеніміз қараңыздар 1. Көріп отырсыздар атты. 1, 2, 3 деген кезде ат бұрылады. Оңға бұрылады немесе солға бұрылады. Дәл осылай астыға қарай 1, 2, оңға, солға. Негізі қарап отырсаңыздар Г әрпі. Г әрпін барлық бағытта. Г әрпінің жүрісіне ұқсайды. 1, 2, міндет түрде ат 3 торға секіреді. Сондықтан бұл жерде жоғарыға немесе төменге бұрылуға тура келеді. Сондықтан 1, 2, жоғарыға, төменге. Енді мен көрсеттім, қараңыздар. Бұл жерде аттың жүрісі бойынша біз жұлдызшаны жей аламыз. 1, 2, 3.
келесі жұлдызшаны жейміз. Қараңыздар мұқият, аттың жүрісін пайдаланам. Менде басқа жейтін аттың жүрісі бойынша қараңыздар, барлық бағытын сызып берейін. Менде аттың осы жерден жүретін 3 бағыты бар. Бұл жерде керек бағыт бізге жұлдызшаны жеу. Жұлдызшаны жеу, жұлдызшаны жеу. Қарап отырсаңыздар, Г әрпі бойынша барлық жұлдызшаны жеп тастадым. Атпен жылдам жейміз. Бұл жерде шабуыл жасаймыз, жейміз. Атпен секіреміз, жейміз. Қараңыздар, атпен жейміз. Үйрену керек Г әрпі бойынша. Егер сізге қиын болса, шахмат тақтасын құрып алып, үйімізде жаттығу жасаймыз. Тамаша. Атпен жейміз. Қарап отырсаңыздар, атпен жай жүрістер арқылы барлық пешка жұлдызшаларды жеп тастадым. Келесі бізде пешка. Шахматта білесіздер, пешка өзінің орнынан бастапқыда 2 рет жүре алады, немесе 1 рет жүре алады. Негізгі пешкінің жүрісі тек қана бір тор арқылы. Оның қызметі сондай, тек алдыға бір тор арқылы жүреді. Бірақ бір ерекшелігі өзінің орнында тұрған кезде 2 рет жүреді. Ал пешка соңына жеткен кезде шахматтың ережесі бойынша осы көрсетілген 4 фигураны қоюға болады. Ол дегеніміз ферзь, конь, ладья және слон. Ең мықтысы бізде әрине ферзь. Сол себептен көп жағдайда ферзьді қоямыз. Ферзьді қою арқылы біз жұлдызшаны жеп аламыз. Пешкіні алдыға шығарып ферзьді қоямыз. Ферзьбен барлық жұлдызшаны жеуге болады. Барып жей береміз. Енді өзіңізге қызық болып кез келген фигураны қойып үйренсеңіз де болады. Мысалға, бұл жерде пешка. Жүремін, білесіздер, пешкі жүрген кезде тек алдыға жүреді. Жеген кезде қиғашынан бір торға, егер жейтін нәрсе кездесетін болса, егер сіз ақпен ойнасаңыз, қарсыласыңыздың қара фигураларын жей аласыз. Ақты жемейді, қараны жемейді, тек қарсыласыңыз жаз. Бұл жерде ойынның шарты бойынша біз жұлдызшаны жеуіміз керек. Бұны диагональ бағытта тек қана солға немесе оңға бір торға ғана. Пешка мына жұлдызшаны жей алмайды, өйткені пешка тек бір торға ғана жей алады. Егер алдымда кездессе, сол себептен алдымда кездескен сайын жей берем. Пешкамен жеймін, жейтін ешкім жоқ, сол себептен алдыға жүрем. Енді мен бұл жерде таңдау бар, солға да жей алам, оңға да жей алам. Сол себептен екеуін де жейм. Бұл жерде қызық болсын, ладьяны қояйық. Ладьямен барлық жұлдызшаларды жеймін. Сіздер өздеріңіз жаттығу жасап, кез келген фигураны қойып жеп көріңіздер. Мен көп жейтін жағына қарай жүрем, ферзьді қоям, шабуыл жасайм, екеуін жеп тастайм. Жеймін, шабуыл, жеймін. Пешкалармен шабуыл жасап жеп үйреніңіздер. Пешка алдыға, кездесті жейтін келіп тұр. Сол себептен оңға жей алмайм, ешкім жоқ, солға қарай жеймін. Пешкамен жеймін. Енді үшеуін жеу үшін пешка, білесіздер, тек қана орнынан алғашқыда 2 рет жүре алады. Сол себептен жүруге мүмкіндік бар. Тек қана 1 рет, арғарай 1 реттен жейтін кездесті, сонымен жеймін. 2 рет жүрем, жеймін. 2 рет жүрем, жеймін. Ал балалар, егер осы сабақ сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментке жазып кетіңіздер. Ең бастысы каналымызға тіркеліп, ең қызықты шахматқа байланысты сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, балалар, сау саламатта болайық.